жасанды интеллект жобаларын салаларда енгізу еліміздегі цифрлық инфрақұрылымның қалыптастырылуын талап етеді. Осы бағытта Қазақтелеком акционерлік қоғамы еліміздегі деректерді өңдеу орталықтарының ең ірі желісін басқарады. Бұл 1,7 мың серверлік баған 25 мегаваттық қуат нарықтың 47%. Өткен жылы Алматы қаласында өнімділігі 1,5 мың петафлопсқа жететін Аль-Фарабиум суперкомпьютері іске қосылған болатын. Бүгінде ол әлемдегі ең өнімді суперкомпьютерлер арасында 103-ші орында. Сондай-ақ оның есептеу қуаты 100% қолданылуда. Сонымен қатар жаңа деректерді өңдеу орталықтары құрылуда. Ағымдағы жылдың қараша айында Қошы қаласындағы суперкомпьютерді Аль-Фарабиум 2 деп атады, оны іске қосу жоспарлануда. Оның өнімділігі Алматыдағы орталықтан, яғни Алматыдағы суперкомпьютерімізден 3 есе артып 4,13 мың петафлопс болады. Сонымен бірге Қазақтелеком Екібастұз қаласындағы деректеу орталығы алқабын салу жобасының операторы болып белгіленді. Оған сізге рахметімді айтқым келеді. Бүгінгі таңда сіздің нұсқаулығыңызбен 20-дан астам гиперскейл компаниялармен келіссөздер жүргізіліп, нәтижесінде 100 мегаваттан аса қуатқа алдын ала сұраныс қалыптастырылып жатыр.